Мылтықпен айырыстаған бір топ ер адам бидай алқабы арқылы асыға жүріп келеді. Олар балаларды құтқарып үлгереміз бе деп үміттенеді. Сол сәтте қарт адам оянады. Оның аты Пол Эчкомб. Ол қарттар үйінде тұрса да ойы сергек, өзіне өзі сенімді. Жуынып шайынып болған соң Пол әділдік туралы ойға шомады. Күтушілердің бірі Полдың тауға жаяу серуендеуге жасырын шығып кетпек екенін байқайды. Бұл тыйым салынған іс болса да, ол ешкімге айтпайтынын, тек абай болуын сұрайтынын айтады. Пол жолға шығып, ормандағы қаңырап қалған ескі лашықты табады. Кейін қарттар үйінде бәрі теледидардан Топ Хэт атты классикалық фильмді көріп отырады. Пол кенеттен ауыр бір нәрсеге сүрініп, көңілі босап, жылап жібереді. Оның ескі досы Элейн жанына келіп жұбатады. Екеуі естеліктердің кейде күтпеген жерден лап етіп, адамды басып кететіні туралы әңгімелеседі. 1935 жыл. Ұлы депрессия кезеңі. Пол түрмеде жұмыс істейтін. Жұмыс табу қиын заманда ол қызметін қатты қадірледі. Ол өлім жазасына кесілгендер отыратын блоктың басты күзетшісі еді. Ол жер соңғы миль деп аталды. Ал еденнің жасыл тақталарына байланысты жасыл миль деген атап алған. Онда ескі Спарки деп аталатын электр орындығы болатын. Сол жылдардың ішінде ерекше есте қалғаны Полдың қатты қуық ауруына шалдыққан кезі. Әріптестері Брутус пен Дин оған демалуды ұсынса да, Пол бас тартты. Себебі жаңа тұтқын әкелінуге тиіс еді. Жаңа келген адам алып денелі, жалаң аяқ, қара нәсілді ер адам. Сырттай қарағанда ол бүкіл күзетшілерді бір өзі жайпап кететіндей көрінеді. Бірақ шын мәнінде ол өте қорқақ әрі момын еді. Ол Полды бастық деп атап, еш қарсылықсыз камерасына кіреді. Пол Персиден блоктан кетуін талап етеді. Бірақ жас әрі тәкаппар күзетші қарсыласады. Басқа күзетшілер айқайлап, оны зорға тоқтатады. Бұл көріністі басқа тұтқын Дел байқап күлкі етеді. Перси бұған ашуланып, таяғымен Делдің саусақтарын сындырып жібереді. Жағдай тынышталған соң, Пол жаңа тұтқынның кісенін шешуді бұйырады. Оның ақыл-есі кем екені анық байқалады. Ол өз атында дұрыс жаза алмайды. Ол түнде жарықты өшірмей қоюды өтінеді. Өйткені қараңғылықтан қатты қорқады. Бақытына қарай дәліздегі шамдар түні бойы жанып тұрады. Тұтқын Полға қолын созып, қол алысқысы келеді. Күзетшілер оның қолды қысып, сындырып жіберуінен қорқады. Бірақ Пол ешқандай қауіп жоқ екенін сезеді. Джон Коффи деген бұл адам екі кішкентай қыздың өліміне айыпталған еді. Олар ұрланып кеткен соң, ауыл адамдары іздеп шығып, Коффиді екі қыздың жатылған денесін құшақтап отырған жерінен табады. Ол не істегенін енді ғана түсінгендей, жылап, айқайлап отырған болатын. Қыздардың әкесі оны сол жерде өлтіре жаздайды. Бірақ басқалар тоқтатады. Алда тағы бір үлкен міндет тұр. Биттербак атты тұтқынның өлім жазасын орындау. Сонымен қатар Пол Персиге де сақ болу керек еді. Себебі Перси губернатордың туысы болатын. Сондықтан оны оңай жұмыстан шығару мүмкін емес. Перси психиатриялық ауруханаға ауысуды көздейді. Оның психопаттарға әуестігі анық байқалады. Пол Персидің әдейі кетпей өлім жазасын көру үшін жүргенін түсінеді. Егер біреудің өлімін көру оны кетіруге жеткілікті болса, күзетшілер бұл қоштасуды қуана ұйымдастыруға дайын еді. Қойма іші қоқысқа толып, төбесіне дейін үйіліп қалған. Күзетшілер бәрін астан-кестен етіп аударып төңкерсе де, тышқанды таба алмайды. Бірақ кенеттен ештеңе болмағандай, ол қайтадан пайда болады. Перси оны көріп, ашуға булығып, тышқанды ұстауға ұмтылады. Алайда кішкентай ғана жануар тағы да сырғып кетіп, қоймаға кіріп жоқ болады. Дабырды естіген басқа күзетшілер жүгіріп келеді. Олар Персиді әдейі мазақ ету үшін оны шаршатқанша іздете беруді ұйғарады. Перси бірнеше сағат бойы тіміскілеп, ештеңе таппайды. Ақырында тым көп шу шығарғаны үшін оған ұрыс естіледі. Пол оған мұндай айқай-шу қауіпті екенін түсіндіреді. Өлім жазасын күтіп отырған бұл адамдардың жүйкесі әлсіз. Артық қысым болса, өзіне де, өзгеге де зиян келтіруі мүмкін. Бірақ Перси тыңдамайды. Ол тұтқындарды да, әріптестерін де қорлап сөйлей береді. Сонда Брутус оны жағасынан алып қылқындыра бастайды. Пол араша түсіп, араларына кіреді. Барлығы Персидің байланыстары арқылы адамдарды жұмыстан шарталатынын біледі. Бірақ Полдың шыдамы таусылған еді. Ол Персиге ашық айтады. Егер ол тағы бір рет шектен шықса, бәрі де қызметінен айырылуға дайын. Бұл жолы ешкім оны қорғамайды. Осы уақытта Биттербак әйелімен және қызымен қоштасып жатыр. Ал күзетшілер өлім жазасын орындауға дайындық жүргізеді. Қарт тазалаушы тұтқынның рөлін ойнап, электр орындығына отырғызылады. Ол әдепсіз әзілдер айтып, бәрін күлдіреді. Күзетшілер үшін қара юмор
Осы жұмыста ақылдан адаспай қалудың жалғыз жолы. Бірақ бәрі ресми орындау кезінде күлуге болмайтынын жақсы түсінеді. Электр тоғының тез әрі адамгершілікке сай өтуі үшін орындықтың астына суға малынған губка қояды. Кешке қарай Биттербактың басының төбесін қырып тастайды. Бұл да тоқтың жақсы өтуі үшін қажет. Биттербак өлімнен кейін шын жүректен күнәсіне өкінген адам. Өміріндегі ең бақытты сәтін қайтадан бастан кешіреді деп сенетінін айтады. Оның ең бақытты шағы әйелмен бірге таудағы лагерде өткізген түн еді. Екеуі от басында отырған. Небәрі 18 жаста. Таң атқанша сөйлесіп шыққан. Оттың жарығында әйелінің сұлу денесі жарқырап тұрған. Пол сыбырлап қана өзі де соған сенетінін айтады. Мүмкін жұмақ дегеніміз сол шығар. Соған қарамастан Биттербак қатты қорқып тұр еді. Пол оны барынша сабырға шақыруға тырысады. Түнде куәгерлер әйнектің ар жағында бақылап тұрған кезде Биттербакты электр орындығына байлайды. Күзетшілердің бірі рәсімді жариялайды. Электр тоғы сіздің денеңізден өтіп өлімге әкеледі. Құдай жаныңызға рахым етсін. Брутус тетікті басады. Бөлмені жан түршігерлік айқай кернейді. Дәрігер тамыз соғысын тексергенде Биттербак әлі тірі болып шығады. Екінші соққы үнсіз аяқтайды. Содан кейін Перси шыдай алмай мәйітті өзі алып кетуге асығады. Ол көптен күткеніндей өлім қатарынан ауысатынын айтып мақтанады. Бірақ Перси мұнымен тоқтамайды. Ол келесі өлім жазасын кек көруді емес, өзі басқаруды қалайды. Пол бұған күмәнмен қарайды. Келесі күні кішкентай тышқан тағы пайда болады. Бұл жолы ол Делдің камерасына кіріп кетеді. Дел бірден оны жақсы көріп, «Мистер Джинглс» деп ат қояды. Тышқан өте ақылды болып шығады. Брутус келіп, Уайлдбиллді бір соққымен есінен тандырған сәтте бәрі тоқтайды. Ол жерде жатқан бейсаналы адамға қарап күңкілдейді. Әлен мұндай адамдарды қалай тудырады деп күңкілдейді. Пол жараланған күзетшілерді дәрігерге жіберіп, қалғандарына есеп жазуды бұйырады. Өзі Миляны бақылау үшін қалып қояды. Бірақ ауырсынудан әрең қозғалып тұр. Джон Кофи оны тағы да шақырады. Пол бұл шынымен де қолайлы уақыт емес деп күбірлейді. Күбірлегенімен бәрібір ауыр қадаммен жақындайды. Кенет Кофи әрекетке көшеді. Ешкім үлгермей жатып, ол Полдың ауруын өзіне тартып алады. Камерадағы шам жарқ етіп жанып жарылады. Кофи қолын жіберген сәтте қатты жөтеліп, аузынан қара күлге ұқсас шаң шығады. Ол жоғары көтеріліп, ауада ғайып болады. Кофи Полға оның ауырсынуын алып тастағанын, енді өзі қатты шаршағанын айтады. Әлсіреп, төсектің астына құлап, ұйықтап қалады. Пол дәретханаға әрең жетіп, айнаға қарағанда таң қалады. Ауру мүлде жоқ. Өзін қайта туғандай сезінеді. Сол түні Пол мен әйелі бірге жатып, бір-біріне беріліп, жастық шақтарын еске алады. Келесі күні Пол демалыс алып, Кофиді сотта қорғаған адвокатқа барады. Алайында ол Кофидің өткені туралы ешқандай дерек жоқ екенін айтады. Дәл аспаннан түскендей. Пол Кофидің зорлықшыл адам екеніне сенуден бас тартады. Бірақ адвокат үкімнің дұрыс екенін алға тартады. Ол Кофиді Эмили асырап алғысы келген итке теңейді. Жуас, тыныш көрінген. Бірақ бір күні кенеттен оның ұлына шабуыл жасап, баланың бір көзінен айырған. Келесі күні Пол Джонға әйелінің пісірген жүгері нанын алып кіреді. Пол сұрағанда Джон жымиып, оның өте риза болғанын айтады. Ол нанды Делмен және мистер Джинглспен де бөліседі. Уайлдбиллді сұрайды, бірақ оны елемейді. Тұтқындар Кофиге нәсілшілдік сөздер айтып тиіседі. Пол барып оларды тоқтатады. Бұған жауап ретінде Биллдің түрі одан сайын бұзылады. Мұндай қылық оған тән нәрсе. Ол бәрінің жүйкесіне тиіп, ақыры күзетшілер оны өрт сөндіру шлангысымен суға малып, оқшаулау камерасына қорапқа тастайды. Ол жерде өзін ұстайма деген үміт ақталмайды. Орындау күні жақындаған, Делге қоштасатын ешкім жоқ болғандықтан, күзетшілер оған шағын қойылым ұйымдастырады. Өздерін цирктен келген атақты қонақтарымыз деп таныстырып, атақты өнер көрсететін тышқанды көруге келгендей болады. Осы уақытта Пол Персидің орындау алдындағы дайындықты басқаруын қадағалайды. Бәрі мінсіз өтеді. Кейін Перси Делдің камерасына көңілді қайтып келгенін көріп, арадағы араздық біткендей болады. Бірақ кенет Перси әзіл ретінде Делді шошытып, ол құлап басын соғып алады. Перси мұны жай қалжың деп күледі. Дәл сол сәтте Уайлдбилл тордың арасынан қолын созып, Персиді ұстап алып, сыбырлап қорқытып қорлайды да, әп сәтте қоя береді. Кейін Персиді кішкентай қызға теңеп, қарқылдап күледі. Қатты қорқып, қорланған Перси зәрін ұстай алмай қояды. Ол бәрінен бұл масқараны құпия сақтауды өтінеді. Пол сабырмен, «Миляда не болса, Миляда қалады», дейді. Бірақ бәрібір оны мазақтауларын тоқтатпайды. Делдің өлім жазасы орындалатын күнде жетеді.
Ол мистер Джинглздың тағдырына қатты алаңдайды. Пол тышқанды өзі қарайтынына уәде береді. Түн түседі. Дел өлім жазасына сабырмен бет алады. Ол мистер Джинглзды Полдың иығына отырғызып, досына жақсы қарауын өтінеді. Өйткені рәсім кезінде тышқан Полдың жанында бола алмайды. Сол себепті оны кофе алады да кішкентай жануарды бауырына қыса ұстайды. Дел тышқанмен қоштасып, оны жақсы көретінін айтады. Күзетшілер Делді электр орындығына алып келгенде, ол шеттен мысқылдап кіріп тұрған Персиді көріп, жүрегі су сепкендей басылады. Соңғы сөзінде Дел күнәлары үшін кешірім сұрап, тағы да Полдан мистер Джинглзды ұмытпауды өтінеді. Ал шындықты Пол кейін ғана айтады. Маусюл Делді тыныштандыру үшін ойлап табылған жалған әңгіме ғана болған. Рәсім басталып, губканы суламаған кезде Дел электр орындығында жан түршігерлік азаппен айқайлап бұлқынады. Бөлмені күйік иісі толтырады. Дәл сол сәтте Кофи камерасында тырысып, рухани түрде Делдің азабын өзіне сіңіріп, оның қиналысын бөліседі. Ал Уортон болса, есінен танғандай қарқылдап күліп, бұл көріністен ләззат алады. Пол Делдің тез өліп кетуін тілейді, бірақ олай болмайды. Азап ұзаққа созылады. Делдің денесінен жалын көтеріледі. Көрермендер үрейге беріліп, есікке қарай ұмтылады. Пол Персиді ұстап алып, оған өз қолмен жасаған сұмдықты зорлап көрсетеді. Айқай-шу басылған соң, Брутус өрт сөндіргішпен отты өшіруге бұйрық береді. Кейін Перси губканың құрғақ екенін білмедім деуге батылы жетеді. Брутус шыдай алмай, оны беттен бір тартып жібереді. Сол сәтте Хел келіп, жаңа ғана болған ессіздіктің себебін Полдан ашылу түрде талап етеді. Пол ең бастысы Персиден тезірек құтылу керегін түсінеді. Сондықтан келісімді бұзбай, оны қорғап қалады да шығу жолын ашық ұстайды. Содан кейін Пол Джонның халін сұрайды. Ол камерасында үнсіз жылап жатыр. Алып адам Делдің барлық азабын сезінгенін, енді бәрі аяқталған соң қатты шаршағанын айтады. Қалтырап тұрған мистер Джинглз қайтадан жұмсақ қабырғалы оқшаулау камерасына тығылып қалады. Ал Кофи бүрісіп жатып ұйқыға кетеді. Демалыс күндері Пол мен әйелі Хел мен оның жұбайы Мелинданың үйіне барады. Таңғаларлығы, Мелинданың көңіл күйі әлде қайта жақсы. Алайда Хел кейде оның кенеттен түсініксіз күйге еніп, өзі де естімеген қарғыстарды айқайлайтынын айтады. Келесі жолы Пол күзетші әріптестерін түскі асқа шақырып, Джонның өзін ғажайып түрде қалай емдегенін толық айтып береді. Мұндай сый нағыз керемет. Сол кезде ол ақылға сыймайтын ұсыныс айтады. Джон Кофиді түнде түрмеден жасырын шығарып, Мелинданы емдету. Бұл ой бәріне сеңгіретеді. Егер ұсталып қалса, бәрі бірден тұтқындалады. Әрі Джон әлі де ресми түрде кісі өлтіруші саналады. Алайда Пол алғаш рет өз жүрегіндегі шындықты айтады. Ол Джонның кінәсіз екеніне сенеді. Оның ойынша, мұндай күш пен рахым зұлымдықтан тумайды. Тұншығып бара жатып та, бұл жолы уды сыртқа шығармайды. Көмектен бас тартады. Сәлден соң Мелинда көзін ашады. Ол не болған есіне түсіре алмайды. Кек өзін жақсы сезінетінін айтады. Бөлмеге көз жүгіртіп, Джонды көріп, онымен алғаш рет көріскендей қайта танысады. Ол қараңғыда Джонмен кездескен түс көргенін айтып, сыйлық ретінде әулие Кристофердің алқасын береді. Өз өмірін құрбан етіп, өзгелерді ауыртпалықтан алып өтетін алып туралы белгі. Күзетшілер әбден әлсіреген Джонды жүк көлігіне абайлап отырғызады. Брутус Джон Мелинданың ісігін әдейі өз ішінде ұстап алған шығар. Бәлкім, сол арқылы өлім жазасын күтпей-ақ өлгісі келген болар деп ойлайды. Олар түрмеге еш қиындықсыз қайтып, Джонды төсегіне жатқызады. Содан кейін Персиді жұмсақ камерадан шығарады. Ол ештеңе үйренбеген, қайта бұрынғыдан да ашулы көрінеді. Камералардың жанынан өтіп бара жатқанда, Джон кенеттен оны тамағынан ұстап, торға тақап тартады. Перси ауа жетпей тұншыға бастайды. Сол сәттегідей Джон мен күзетшілер Персиді тез босатады. Денесі аман сияқты, бірақ көзі бос, іші қамырап қалғандай. Ол Милямен баяу, ессіз күйде жүріп өтеді де, кенеттен тапаншасын шығарып, Уайлд Биллге 6 оқты бірдей жаудырады. Барлық оқ дөп киеді. Перси еденге құлайды. Ал оның аузынан тағы да қара күлге ұқсас түтін көтеріледі. Пол алғашқылардың бірі болып Кофиге жүгіріп келеді. Джон оған тек қажет болған істегенін, көрген зұлымды жазалағанын айтады. Ол бәрін көрген. Енді Пол да көрсін дейді. Пол қолын созып, екеуінің қолы түйіскен сәтте ол естеріктің ішіне тартылады. Пол кішкентай қыздың өміріндегі соңғы күнді көреді. Бұл көрініс соншалық ауыр болғаны сонша, оның денесі қалтырап, блоктағы барлық шам бір мезетте жарылып кетеді. Уайлд Билл сол күні қыздардың әкесімен бірге үйінде жұмыс істеп, тіпті кешкі ас ішкен. Кейін қайтып келіп, екі әпкені орманға ертіп апарған. Егер біреуі айқайласа, екіншісін өлтіремін деп қорқытқан. Олар үндемеген.
бір-біріне деген махаббаттары ақыры өздеріне қаза болды дейді. Джон Полға мұндай ауырсынуды ол барлық жерде үнемі сезінетінін айтады. Бұл азап ешқашан тоқтамайды. Енді шыдай алмайтынын мойындайды. Кейін полиция келеді. Перси мүлде тіл қатпай, бір нүктеге қадалып отырады. Хелл Полдан өз үйінде болған оқиғаның Биллдің өліміне қатысы бар жоғын сұрайды. Пол өтірік айтады. Енді шындық ешкімге көмектеспейтінін біледі. Жұмсақ мінезді алып, Джон Полдың жүрегіндегі азапты сезіп, оны уайымдамауын өтінеді. Ол бостандыққа шыққысы келмейтінін айтады. Өйткені ол шаршаған. Бұл дүниеде жалғыз жүруден шаршаған. Күн сайын әр адамның қайғысы мен азабын сезінуден әбден қажыған. Өлім оған жеңілдік сияқты көрінеді. Соңғы тілегі ретінде Джон бұрын жеп көрген тәтті жүгері наннан бір тілім сұрайды. Тағы бір өтініші бар. Ол өмірінде бірде-бір рет кино көрмеген. Күзетшілер қуана келіседі. Олар Джонды түрме бастығының көрсетілім бөлмесіне апарып, Топ хат фильмін қояды. Қарттар үйіндегі адамдарды қуантқан сол фильм. Экранда бишілер сырғып билегенде Джон көз алмай қарап тұрып, олар періштелер сияқты, деп сыбырлайды. Ақыры өлім жазасы орындалатын күн де келеді. Джон, бәрі біткен соң мистер Джинглзды қайтарып бересіздер, деп өтінеді. Ол жымиып, Маусюл туралы түс көргенін айтады. Онда мистер Джинглз екі кішкентай қызға тірі әрі бақытты күйде өнер көрсетіп жүр екен. Оны өлім камерасын алып келгенде Джон кенет тоқтай қалады. Ол көрермендер залынан төгілген өшпенділікті анық сезеді. Әсіресе қаза тапқан қыздардың қайғыдан қан шытқан ата-анасынан. Кейбіреулер тіпті екі рет өлтіру керек деп айқайлайды. Брутус оған күзетшілерге қарауды өтінеді. Шындықты білетін, оны шын жүректен аяйтын адамдарға. Дин оны электр орындығына байлап жатқанда көзінен жас тоқтамай ағады. Пол бар күшін салып, өзін суықта кәсіби ұстап, үкінді оқиды. Джонның басына қара қалпақ кигізбек болғанда, ол қараңғылықтан қорқатынын айтып бас тартады. Пол оның тілегін құрметтеп, қалпақты шешеді. Губканы сулап жатқанда бөлмедегілер үнсіз бұйрықты күтеді. Пол бір сәтке кідіріп қалады. Ол алға шығып, Джонның қолын соңғы рет ұстайды. Оның санасында бір ғана сөз қайта-қайта жаңғырады. Олар оған көмектесіп өлтірді. Бұл күн сайын қайталанады. Бұл әділетсіз, өте қате. Ақыры Пол бұйрық береді. Өлім жылдам келеді. Айқай жоқ. Кек тыныштықпен іштей еңіреген ересек ер адамдардың үнсіз жыласы ғана естіледі. Кейін Пол әулие Кристофердің алқасын Джонның мойнына қайта тағып қояды. Қазіргі уақытқа оралсақ, Пол әңгімесін аяқтайды. Бұл оның басқарған соңғы өлім жазасы еді. Кейін ол Брутус екеуі кәмелетке толмағандар мекемесіне ауысып, жолдан адасқан балаларға дұрыс бағыт көрсетуге кіріскен. Элейн Пол айтқандарының бәріне бірдей сене бермейді. Өйткені Пол жасы әлде қайда үлкен болуы керек еді. Сонда Пол оны ормандағы ескі лашыққа алып барады. Ішінде кемек салатын қорапта ескі досы мистер Джинглз тұрады. Сол кішкентай тышқан әлі де жеп орақшын домалатып ойнап жүр. Элейн таңғалады. Пол Джонның өлімінен кейін тышқанның өзіне қайта келгенін, дәл өзі сияқты Джонның емшілік күші оның бойына да сіңгенін түсіндіреді. Пол қазір 108 жаста. Ол өміріндегі барша таныстарынан ұзақ өмір сүріп кеткен. Мұны ол шынайы ғажайыпты өлтіруге көмектескені үшін берілген жаза деп санайды. Әрине, ол мәңгі өмір сүрмейтінін біледі. Бірақ қоштасуға дайын болған сәттен де ұзақ өмір сүретініне сенімді.